Денсаулық адамға берілген ең қымбат қазына. Ал осы қазынаны сақтаудың ең сенімді жолы – спорт. Өйткені спорт қозғалыс, ал қозғалыс өмірдің өзі. Күн сайын жасалған жеңіл жаттығудың өзі денеге күш береді, көңілді сергітеді. Секіртпе секіру жүректің жұмысын жақсартып, қан айналымын реттейді. Бұлшықетті шынықтыратын жаттығулар мықты, төзімді дененің негізін қалайды. Командалық ойындар достық пен бірлікті нығайтады. Велоспорт төзімділікті арттырып, жалпы денсаулықты жақсартады. Жүзу барлық бұлшықетті тең дамытатын ерекше спорт түрі. Ал гимнастика икемділік пен тепе-теңдікті қалыптастырады. Фитнес жаттығулары дұрыс дене бітімін қалыптастырып, күш сыйлайды. Белсенді қозғалыс адамға қуат беріп, көңіл күйді көтереді. Салауатты өмір салты тек спортпен емес, дұрыс тамақтанумен де тікелей байланысты. Тұрақты спорт жүректің жұмысын нығайтып, ағзаның иммунитетін күшейтеді. Ол адамды төзімділікке, ерік-жігерге, тәртіпке үйретеді. Жарыстарда адам өз мүмкіндігін байқап, мақсатқа жету жолында күреседі. Әрбір кішкентай жеңіс болашақтағы үлкен жетістіктердің бастауы. Спорт адамдарды біріктіріп, достықты күшейтеді, ұжымдық рухты дамытады. Спорт денсаулық кепілі. Өзің үшін, болашағың үшін қозғалысқа қадам жаса. Бүгін баста, ертең нәтижесін көресің.